Қайырлы күн баршаңызға, қалдарыңыз қалай? Каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Фариза. Бүгін сіздерге жасалу жолы өте оңай. Қызылшадан оңай салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Және де алдағы уақытта түрлі пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын. Видеоны өткізбей, видеоны мұқият соңына дейін қараңыз. Ең алдымен бізге ашып жуып тазартылған осындай орташа үлкендіктегі 5 картоп керек болады. Осы 5 картопты сүйеркадан бір келгетіп шығарып аламыз. Бұл картоптан біз пай жасайтын боламыз. Міне осылай картопты сүйеркадан шығарып алдым. Енді үстінен су құйып, жақсылап жуып алатын боламыз. Сол кезде крахмалы кетеді. Бір жуып, суын төгіп тастаймыз. Суын төгіп тастағаннан соң құрғақ дастарханға немесе сүлгіге осылай барлығын жайып шығамыз, суы тартылу үшін. Негізі картофельный пайды базардан дайын сатып алсаңыз да болады, бірақ свежий өзіңіз істесеңіз дәмдірек болып шығады. Сосын үстінен құрғақ сүлгімен осылай бастырып шығамыз, суы тартылу үшін. Осы уақытта қазанға майды құйып, майды қыздырып қоямыз. Қызып тұрған майдың үстіне картоптарымызды салып, қып-қызыл етіп қуырып аламыз. Міне қып-қызыл болып қуырылды. Енді бір ыдысқа қағаз немесе салфетка төсеп, осындай пайларды салып аламыз. Ол кезде қағазға майы тартылатын болады. Осылай барлық картошкаларды қуырып аламыз. Сосын бізге керек болады қайнатылған қызылша және жұмыртқа керек болады. Жұмыртқа мен қызылшаны екеуін де соломка етіп турап шығамыз. Жұмыртқа мен қызылшаны екеуін де соломка етіп турап алдым. Енді үстінен жарты банка жүгері қосатын боламыз. Жарты банкасын алып қаламыз. Сосын қуырып алған пайларды саламыз. Пайдың да жартысын алып қаламыз. Сосын үстіне майонез салып, жақсылап араластырып аламыз. Міне салатты жақсылап араластырып алдым. Енді ыдысқа салып, үстінен жаңа қалған пайды салып шығатын боламыз. Бетіне салатын пай негізі әсемдік үшін, егер пайды бұлай салуды қаламасаңыз, барлығын бірден салып жіберсеңіз болады. Сосын үстінен қалған жүгерлерді салып шығамыз. Осылай жүгерлерді салып, дастарханға ұсына берсеңіз болады. Міне салатымыз дайын болды. Өте әдемі дәмді болып шықты. Менің отбасымдағыларға өте ұнады. Жасалу жолы да өте оңай. Міндетті түрде сіз де жасап көріңіз. Егер менің видео рецептім ұнаған болса, пайдалы болса, лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Назарларыңызға көп рахмет.